Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Біз инклюзивті білім беру философиясы тақырыбындағы дәрісте жалпы әлеуметтік философиялық мағынадағы инклюзивті білім беру ұғымына түсінік беру, оның аспектілері, сондай-ақ әсер етуші факторлары, философиядағы көзқарастардың қалыптасу тарихы, ондағы көрнекті ғалымдардың ой-пікірлері және инклюзивті білім берудегі халықаралық нормативті құқықтық база ерекшеліктеріне тоқталамыз. Инклюзивті білім беру философиясы бұл барлық адамдарға әлеуметтік оңалтуға және әлеуметтік теңдікке қол жеткізуіне, қоғамдағы кемсітушілік пен шеттету мәселелерін жеңуге көмектесуге тиісті. Әлеуметтік философиялық мағынадағы инклюзивті білім беру қалыпты балалар мен ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың бірігіп өмір сүру түрін білдіреді. Оны қоғам және білім беру институттарының жүйелері қолдап дамытып отыр. Бұл мәндегі инклюзивті білім беру әрбір оқушының білім алу түрін, орнын және тілін таңдау құқығы, білім беру ұйымында ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың білім алуы мен дамыту үшін қажетті жағдайлар жасау және оларды жалпыға білім беру ұйымының оқу процесіне толық енгізу реттерінде қарастырылады. Философияда қоғамдық сананың бір түрі ретіндегі негізгі дүниетанымдық аспектілер ерекшеленеді. Онда онтологиялық аспект болмыс құрылымындағы инклюзивті білім берудің орнын анықтайды. Аксиологиялық аспект педагогикалық басымдықтардың қалыптасуына және білім берудің құнды дайындықтардың ашылуына көмектеседі. Ерекше білім беру қажеттілігі бар адам туралы ғылыми мәліметтер философиялық антропологиялық аспектілердің негізінде жинақталады. Педагогикалық мәселе тарихына деген философтардың көзқарасын қайтадан құру тарихи философиялық аспектіде жүзеге асырылады. Әлеуметтік философиялық аспект инклюзивті тәсілдеменің әлеуметтік мәдени мәнмәтінде қалыптасуын қарастыруға мүмкіндік береді. Жоғарыда аталған аспектілерді есепке ала отырып, инклюзивті білім берудің орнын анықтауда берілген тәсілдемені жан-жақты қамтитындығын байқаймыз. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды кез келген тарихи дәуірдегі қолдау тәсілдемесі ең алдымен сол кездегі қоғамның бұл адамдарға деген көзқарасын бейнеледі. Қоғамның ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға деген қатынасы көптеген факторларға, соның ішінде елдің әлеуметтік экономикалық құрылысына, осы балаларға қатысты мемлекеттің саясатына, білім беру саласындағы заңнамалардың мазмұнына, ғылымның жағдайына, сондай-ақ нақты қоғамның мәдени және діни ерекшеліктеріне тәуелді болады. Инклюзивті білім беруді дамытудың философиялық зерттеу, арнайы педагогикалық қызметтің дайындығын анықтауды және талдауды, білім беру үлгілерін негіздеу мен сынауды, ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға білім беру жүйесін дамытудың болашағы мен басым жақтарын анықтауды білдіреді. Білім беруге қатысы бойынша философия екі жағдайда: педагогикалық құбылыстың эволюциясын негіздейтін адам және оның әлеуметтік тұрмысы туралы түсініктер жүйесін қамтитын дүниетанымдық іргетас және инклюзивті білім беру үдерісін зерттеуде әмбебап қағидалар мен тәсілдерді қолдануды білдіретін әдіснамалық негіз ретінде әрекеттенеді. Философиялық көзқарастардың қалыптасу тарихы дамуында ауытқушылықтары бар тұлғалардың қоғамдағы орнына, оларды әлеуметтендіру және бейімдеу мәселелеріне қатысты сан көзқарастарды білдіреді. Ерте замандағы философиялық көзқарастарда жалпы философиялық орныққан пікірдің құрамдас бір бөлігі болып табылған. Көне философияға кемтар және ауру балалардан құтылу қажеттілігі туралы пікірді. Ал орта ғасыр философиясында ауытқушылықты күнәға бату нәтижесі деген көзқарас орын алды. 16-18 ғасырларда зайырлы ғылыми трактаттарда психикалық ауру және ақыл-ой дамымаған адамдардың жан дүниесіне кіруге, жан күйзелістерін емдеуге, дамуында ауытқушылықтары бар балаларды оқыту мен тәрбиелеуге деген алғашқы талпыныстар байқала бастады. Педагогика өкілдерінің ішінде
атақты педагог Ян Амон Каменский дамуында ауытқушылықтары бар балаларды оқыту және тәрбиелеу қажеттіліктері туралы алғашқы рет сеніммен пікір білдірді. Сонымен кейінгі орта ғасыр философиялық ұғынымдар дамуында сол кезде ауытқушылықтары бар тұлғаларды оқыту мен тәрбиелеу мүмкіндіктері туралы идея да болды. Дамуында ауытқушылықтары бар тұлғаларға педагогикалық медициналық көмек көрсету тәжірибесінің дамуы мен даму бұзылыстары бар балаларды оқыту және тәрбиелеу мәселесіне философиялық көзқарастың да дамуы дәйекті болды. Бір топ философтар даму ауытқуындағы әр алуан ерекшеліктерді сипаттауға бел буды. Бұның ішінде Кант пен Гегель мүгедектерге мемлекеттік қайырымдылық көмегінің қажеттілігі туралы жазса, екінші бір тобы ешқандай түзете араласудың қажеті жоқ, түзетудің барлық әдістерін табиғатқа қарсы және пайдасыз деп санады. Даму ауытқушылықтары бар тұлғаларға көмек көрсету аясының кеңеюіне психоанализ және постмодернизм өкілдерінің де көзқарастары мен идеяларының әсері үлкен болды. Философияда адамның өмір сүруінің шынайылығы шартында оның еркіндігінің басқа адамның еркіндігімен үйлесуі деп саналды. Адлердің, Камю, Яспердің психоанализдегі даму бұзылысы бар баланың дамуы туралы идеясы әлеуметтік бейімдеу мен әлеуметтік олқылықтың өтініміне бағытталған процесс ретінде дамыды. Сондай-ақ қалыпты және патологиялық құбылыстардың ессіздік пен сананың шекарасының жоқтығына да баса назар аударылды. 19 ғасырда Европа елдерінде болған саяси және әлеуметтік экономикалық өзгерістер ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға білім беру саласында мемлекеттік саясатты өзгертуге, жетілдіруге және кеңейтуге үлкен әсер етті. Европа елдерінде жалпыға бірдей міндетті ақысыз бастапқы білім беру туралы заңның қабылдануы осы санаттағы балаларды оқытуға арналған арнайы мекемелер жүйесінің құрылуына негіз болды. Көптеген европалық елдерде даму ауытқушылықтары бар балаларға арналған алғашқы оқу мекемелері ашыла бастады. Бұл кезде Австрия, Англия, Германия, Франция, Дания, Италия және басқа да елдерде дамуында ауытқулары бар балаларға арнайы білім беруді ендіру туралы заңнамалық актілер қабылданды. Даму бұзылыстары бар балаларға қатысты қоғамдық санада үлкен өзгерістер болғанымен, заңнамада бұндай санаттағы балалардың жалпыға ортақ бастапқы білім алуына деген заңнаманың бекітілгені мен қайырымдылық ұйымдарының өкілдерінің, ағартушы философтардың, сол заманғы озық педагогтардың ағарту жұмысын белсенді жүргізгендігіне қарамастан, Европадағы көптеген елдер мен Америкадағы сегрегациялық мекемелер жүйесінің дамуына қатысты қоғамда сегрегация идеясы үстем болды. Мұндай шаралар аймағында ұлттық текті қорды былғау көзі, мекемелерге күштеп жіберу, бұл адамдарды міндетті түрде ұрықсыздандыру бағдарламасын әзірлеуге түрткі болды. Психикалық ауруы бар, қояншық ауруы бар адамдарды, қайыршыларды, қылмыскерлерді, лас жерде тұратын қоғамның дамуына қауіп төндіретін белгілі бір санаттағы адамдарды жатқызды. 19 ғасырдың екінші жартысында қоғам дамуында ауытқушылықтары бар адамдарға оң көзімен қарай бастады. Бұған соғыстан кейінгі белсенді демократиялық үрдістер себепші болды. 1948 жылы адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы қабылданғаннан бастап, әлемдік қауымдастық өз өмірлерін ізгілікті түрдегі халықаралық құқықтық актілерге сәйкес құра бастады. 1961 жылы қабылданған Европалық әлеуметтік хартия дене бітімі мен ақыл-ойы дамымаған жұмысқа қабілетсіз тұлғаларды кәсіптік дайындау, жұмысқа қабілеті мен әлеуметтік оңалтуды қалпына келтіру бекітті. Біріккен ұлттар ұйымы басталмаларын жүзеге асыруға бағытталған төмендегі құжаттар құқықтық негіз болды.
Бұл баланың құқығы туралы декларация, білім беру саласындағы кемсітушілікпен күрес туралы конвенция, ақыл-ойы дамымаған тұлғалардың құқықтары туралы декларация, мүгедектердің құқықтары туралы декларация, мүгедектерге қатысты әрекеттердің дүниежүзілік бағдарламасы, баланың құқығы туралы конвенция. Осы заңнамалық құжаттарға сәйкес арнайы білім беру ұйымдарының жүйесі жетілдірілді және оқуда қиындықтары, эмоционалдық бұзылыстары, әумесерлік мінез-құлқы, әлеуметтік және мәдени депривациясы, балаларды тізімге қосқандағы арнайы білім алуға қажеттілігі бар балалардың санаттарынан жіктеу жаңартылды және нақтыланды. 1994 жылы Испанияда ерекше қажеттіліктері бар тұлғаларға білім беру мәселесі бойынша бүкіл әлемдік конференция өтті. Нәтижесінде педагогикаға инклюзивті білім беру термині енгізіліп, инклюзивті білім берудің негізгі принциптері анықталды. Конференцияда қабылданған Саламанка декларациясы инклюзивті білім беруді дамытудың басты бағыты деп қарастырды. Бұл бағыттың ерекшелігі білім беру жүйесі әр баланың ерекшеліктері мен қажеттіліктеріне бейімделуі тиіс. Сонымен бірге жалпыға білім беру мектептерінде біріктіріп оқытумен қатар кейбір балалар арнайы мекемелерде оқуы мүмкін. Атап өту керек, мүмкіндігі шектеулі балалардың білім алу аймағын қалыптастыру нақты мемлекеттің дәстүрлеріне және даму деңгейіне байланысты. Сондықтан көрсетілген құжаттарда Біріккен ұлттар ұйымы қатысушы мемлекеттерде білім беру жүйелерінің жалпы бағыттары мен жетілдіру принциптері анықталған. Сонымен, жоғарыда көрсетілген халықаралық құжаттарды іске асыру нәтижесінде өткен ғасырдың 90-шы жылдарында мүгедектердің жаңа идеологиясымен байланысты білім беру аймағының бағыты дамып, инклюзивті білім беру, инклюзивті бағыт түсініктерімен жалпыланды. Инклюзивтік бағыт балалардың түрлі білім алу қажеттіліктерін түсініп, оны қажеттіліктеріне сай білім алу процесіне толығырақ қатысу, қоғамның көмегімен білім беруде сегрегация мен дискриминацияны жою арқылы қызметтер ұсынуды қарастырды. Қазіргі таңда инклюзивті білім беру мүмкіндігі шектеулі балалар мен жасөспірімдердің қалыпты білім беру мекемелерінің білім беру процесіне қатысуы мен белсенді қосылуын ғана қарастырмайды. Сонымен бірге, барлық топтағы балалардың білім алу қажеттіліктерін қамту мақсатымен жалпы білім беру жүйесі мен оқыту тәрбиелеу процесін қайта құруды қажет етеді деп сенімділікпен айтуға болады. Яғни, философиялық білімдердің шеңберінде жетілген гуманистік идеялардың құқықтық, педагогикалық, психологиялық және әлеуметтік аймақтарға біртіндеп енуі үшін біраз уақыт қажет болған. Ерекше білім беру қажеттілігі бар тұлғалар қоғамның басқа да мүшелері сияқты білім алуға, өмір сүруге, жергілікті жерде жұмыс жасауға, өз үйінде тұруға, достарын таңдауға және олармен дос болуға, қоғамға сай қажетті адам болуына толық құқығы бар. Сондықтан да оларға мемлекет тарапынан үлкен көмек көрсетіледі.